Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Бүгін кекс дайындайтын боламыз. Кекстің дайындалу тәсілі оңай және де өте дәмді болып шығады. Бұл кексті мен уже бір 10 шақты жыл болды дайындағаныма. Кексті мынандай үлкен формочкаға дайындаймын. Қалған қамырын осындай кішкентай формочкаларға салатын боламын. Оған бізге керегі 3 жұмыртқа, маргарин, шым-шым тұз, 1 шай қасық сода, айран неғұрлым ашық, қышқыл болатын болса, соғұрлым жақсы болады. 1 стакан қант, изюм салам, кишмиш, мейіз және де 3 стакан ұн салатын боламын. Ал кеттік. Ең алдымен бізге жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алу керек. Сарысын бөлек, ағын бөлек саламыз. Ағы мен сарысын бөліп алғаннан кейін, мына ағын жақсылап венчикпен өсіп қағып шығамыз. Қол миксермен болмаса, осылай қолмен істеуге болады. Осылай қақсаңыздар жеткілікті, яғни бізге мынаның до твердых пиков болған керек емес, осылай болса болған жетеді. Енді мынау жұмыртқаның сарысына қантты қосамыз. Қантты енді өздеріңіз білесіздер, қалауыңызша тәтті қылам десеңіздер 1 стакан. Және де айранымызды қосамыз. Қант ерігенше араластырамыз. Енді мына жерде менде 3 стакан ұн және де маргарин. Осыны жақсылап араластырамыз. Оған біз шым-шым тұз қосамыз. Азғантаяқ 1 шай қасық, мына жерде менде сода. Соданы гастету керек, яғни уксус құюымыз керек. Уксусты гастеттім, міне. Енді ұнға қосамын. Және де мына маргаринді онымен араластырамын. Егерде маргарин қатты болатын болса, онда теркамен өткізіп алыңыздар. Енді осы массаға бағанағы сұйық массаны құямыз. Араластырамыз. Енді бағанағы ақуызымызды қосамыз. Және мейізімізді қосамыз. Қамырмен жақсылап араластыру керек. Духовкамды 180 градусқа қойдым. Енді формамызды майлаймыз. Және де қамырымызды формамызға саламыз. Мына формаға мен толтырып салмаймын, себебі бұл көтеріледі. Менде үлкен форма және де 3 кішкентай формочка шықты. Силиконовый үшеуі. Бұны майламасаңыздар да болады. Яғни еш кедергісіз формадан шығарылады. Қазір енді духовкаға қоямын. Кексім пісті. Піскенін таяқшамен көресіздер. 180 градуста мен примерно 45 минуттай пістірдім. Әркімнің пешіне қарай өздеріңіз таяқшаны салып көресіздер. Енді өстіп сахарный пудрамен сеуіп шығамыз. Кекс суды
Қазір кесіп көреміз. Ортасы бәрі жақсы піскен. Дәмді болған. Астарыңыз дәмді болсын, пісіріңіздер.